Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ұлттық қор балаларға жобасын айтып өтейін. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қаржы министрлігі 2024 жылдан бастап ұлттық қор балаларға жобасын іске қосу тәсілдерін әзірледі. Ұлттық қордың инвестициялық кірісінің 50% 18 жасқа дейінгі барлық жастарға балалар арасында бөлінеді, деді Дәурен Темірбеков Сенат депутаттарымен кездесу кезінде. Алдын ала бағалау бойынша мұндай тәсіл осы бағдарлама аясында туғаннан бастап қамтылатын балаға жыл сайын 150-160 ақш доллар көлемінде 18 төлем алуға мүмкіндік береді. Әлеуметтік жобаларды іске асыру бойынша көп жылдық тәжірибесіне ескере отырып, жоба операторы ретінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы айқындалады, деді вице-министр. Ұлттық банк осыға дейін жылдардағы ұлттық қордың орташа табыстылығын ескере отырып, инвестициялық табыстың 50%-ін есептейтін болды. Инвестициялық табыс мөлшерлемесін алдағы 18 жылдағы орташа жылдық мән деңгейінде айқындау ұсынылады. Бұл тұрғыда бала жинақтарының болжамды сомасы шамамен 3500 ақш долларын құрауы мүмкін. 18 жасқа толғанға дейін ақш ұлттық қорда қалады және инвестицияланады, деді Дәурен Темірбеков. Бұдан бұрын хабарлағандай, мемлекет басшысы былтырғы жолдауында балалар жылы аясында ұлттық қор балаларға атты жаңа бағдарлама іске қосылатынын айтқан болатын. Осы ретте жыл сайын ұлттық қордың инвестициялық табысының 50%-ын балалардың жеке шотына аударып отыруды ұсынды. Ауқымды жоба 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылады. Назарларыңызға рахмет, каналыма жазылып қолдап қойыңыздар.